Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәмді, сочный болып шығатын манты жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен ұнды сауып алыңыз, артынан жұмыртқа, үлкенде жұмыртқа болса біреуі жарайды. Менде кішірек болғаннан кейін 2 жұмыртқа салдым. Суға шым-шым тұз салып, суыңыз өте ыстық болмау керек, және де қатты сап-салқын болмау керек. Салқындау су құясыз, және де бәрін біркелкі кішкене қаттылау етіп тестелейсіз. Қатты жұмсақ болмау керек, қатты болса да болмайды. Осыны тындырып, 10-15 минутқа бетін жауып қалдырыңыз. Осы уақытта начинкасын дайындаңыз. Тартылған етке картошка, қара бұрыш, тұз, пиязды майдалап турап қосыңыз. Мен оны фарштан өткізіп жібердім. Және артынша май қосамыз, сұйық май. Барлығын осылай араластырыңыз. Құйрық болса, құйрық қосып жерсеңіз өте дәмді шығады. Біз үйдегілер жемейді, сондықтан қоспадым. Қамырымыз дайын. Алдымен ұн сеуіп, кішкене 1-2 қайтара елдеп жеріңіздер. 3 бөлікке бөліп, қамыр жаятын боласыз. Ең басты осы қамырында қатты қалың, қатты жұқа болмау керек. Қалың болса дұрыс піспей қалады. Жұқа болса езіліп кетеді. Міне бірінші қолыңызбен басып аласыз, және де дәл видеодағыдай ортасын баспай, шетімен ғана бассаңыз біркелкі болып шығады. Міне дайын болған қамырды видеодағыдай жасап форма бересіз. Көз өлшемімен барлығын кесіп аласыз. Өте оңай, тез жасалады, осылай жасасаңыз. Енді ішіне салмасын салу ғана қалды. Менде каналымда бұдан да басқа рецепттер өте көп. Сол себепті каналыма тіркелуді және де жаңындағы қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Осы видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Барлық салмасы салынды. Енді түйіп, осылай түйгенде өте әдемі болып көрінеді. Қонақтарыңызға да ұнайды деген сенімдемін. Дәл осылай жасаңыздар. Енді мантоварканың табасын алып, майлаймыз, және де барлығын орналастырамыз. Осылай қайнап тұрған суға 40-45 минутта пісіріп аламыз. Бетіне ешқандай да май жақпайсыздар. Өте майлы болып кетеді. Осымен дәмді болып шығатын мантымыз дайын. Міндетті түрде лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Дәл осындай дәмді, езілмей пісетін мантыларымыз дайын. Үстіне подливпен, майонезбен қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Гүлдана. Келесі кездескенше.